мұғалімнің арманы бұл сәл де болса қағазбастылықтан құтылып, адамның ойына келмейтін сұрақ қояды, ойланып қаласың кәдімгідей. Мұғалімнің мәртебесі ол бір айлығының көтерілгеннен көтеріліп кетпейді. Сәлем достар, мен Ерсұлтан Үсіпжанов, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Мұғалім болу бұл қоғам алдындағы жауапкершілік қой. Ата-ана өзінің баласын білім беруге, жалпы тәрбие алуға, мектепке берген жағдайда мұғалімге артылар жүктің сол бір жауапкершілікті сезіне білу. Бұл мамандық кездейсоқ таңдалатын мамандық емес. Ат үсті бір тесе терекке тимесе бұтаққа дегендей. Бұл сараптап, талданып, көз жүгіртіп, және адамның бір икеміне қарай, мамандыққа деген құштарлыққа қарай таңдалатын мамандық. Педагогика ғылымында жалпы педагогикалық процесс деген ұғым бар. Бұл үздіксіз дамуды, үздіксіз жетілуді, үздіксіз білім беруді қамтиды. Сондықтан белгілі бір тұсын қиындық қалып келуге болмайды. Өйткені әр жағдайда, кез келген ситуацияда қиындықтан шығудың төте жолын таба білу бұл ұстаздың өзінің бір шеберлігіне де байланысты болатын дүние деп білемін. Есікке кірген уақыттан бастап жадырап кірсең, жанып кірсең, оқушы солай қабылдайды. Қабағың қатулы, ашулы болып кірсең, оқушылардың мінезі де сол бір мұғалімнің түр-әлпетіне байланысты сыныптың өз оқушылар болып жинала қалатыны бар. Әр сәт қызық, әр минут қызық. Өйткені балан тілі бал дейді, кейбір оқушылар адамның ойына келмейтін сұрақ қояды. Қабағы қатулы, болмаса бір ашулы мұғалімнің кейпінде болу жайында оны елестетудің өзі бір қиын. Өйткені сондай бір түр-әлпетпен балаға сабақ беру, оның ішінде пәндік сабақ беру және өмірлік сабақ беру әрине бір ойға сыймайтын дүние. Дегенмен де әрқайсысының бір шегі болу керек деп ойлаймын. Кез келген мұғалім біреу келіп, бір мұғалімнің мәртебесін өзге басқа біреу келіп көтеріп бермейді. Ол ең бірінші мұғалімнің өзіне байланысты. Мұғалімнің іскерлігіне, мұғалімнің егер сынып жетекші болған жағдайда ата-анамен байланысына, қоғаммен байланысына және білімі мен біліктілігіне. Ал мұғалімнің мәртебесі деген дүниені біз жоғары айлықтың көтерілуімен шатастырмауымыз керек. Ал мұғалімнің арманы бұл әрине бүгінгі таңдағы негізгі қисынға келмейтін есептерден арылу, отчет деп айтамыз ғой. Бұл қағаз түрінде. Ал бала тәрбиесінде бұл қағазбен өлшенбейтін дүние. Бұл ұзақ жылдардан кейін өз жемісін беретін дүние болғандықтан бұл жерде есеп деген ұғым болмау керек.